Сәлем достар, бүгін сіздермен бауырсақ жасаймыз. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт жиырмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен тұз саламыз, қант саламыз, дрожж қосып, жылы сумен араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Ұн қосып, қолмен қамыр елеп шығамыз. Қамырымызды 1-2 сағатқа көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 1-2 рет қайтадан басып қоямыз. Қамырымызды жұқалап жайып, өзімізге керек формада кесеміз. 4 бұрышты немесе доңғалақ қып кесіп алып, қызып тұрған майға екі жағын қуырып аламыз. Бауырсағымыздың іші тығыз болмай, жақсы болып шығады, жұмсақ. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт жиырмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.